Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өткен сабақта бастаған жол жүру ережелері қашан пайда болды деген тақырыбымызды одан әрі жалғастырамыз. Оқу мақсаттарына тоқталатын болсақ, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру, сын есімнің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану, сын есімді зат есімнің орнына қолдану. Үшінші, төртінші сабақ. Жол жүру ережелері қашан пайда болды? Екінші тапсырма. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, көліктердің жүріп тұруын реттеу қажеттілігі, олар алғаш пайда болған кезден бастап-ақ туған көрінеді. Тұңғыш рет 1868 жылы Лондон қаласында теміржол бағдаршамы орнатылды. Оны ойлап тапқан адамның есімі тарихта сақталмаған. Бағдаршамды көше қиылысына ыңғайлап қайта жасаған ағылшын инженер-механигі Джон Найт болатын. Ол 1868 жылы Лондондағы парламент үйінің алдына бағдаршам орнатты. Бағдаршам қолмен алмастырылатын және алмастыру үшін арнаулы адам тұратын еді. Тек 1914 жылы Американың Кливленд қаласында, кейін Нью-Йорк және тағы да басқа қалаларда бағдаршам пайда бола бастайды. Америка бағдаршамдары электрлі болды. Ондағы шам көздері екі түсті ғана, қызыл және жасыл болды. Бұл автокөліктердің жүруіне көп қиындық туғызды. 1918 жылдан бастап үш түсті бағдаршамдар қолданыла бастады да, ол адам өмірін жазымнан сақтандыратын көмекшіге айналды. Бертін келе, оны автоматты жүйесі арқылы басқару ойластырылды. Ал бүгінгі таңда бағдаршамды электронды есептеу машинасы арқылы басқару жүзеге асырылып отыр. Оқушылар, келесі тапсырманы орындаңыздар. Тыңдалған мәтіннің сабақ тақырыбымен байланысы қандай? Ойыңызды 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Алдыңғы тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға құлақ түріңіздер. Тыңдалым мәтіні бойынша 3 сұрақ құрастырыңыздар. Олардың жауабын жазыңыздар. Ал енді оқу тапсырмасына кезек берейік. Экранда сіздерге 2 сурет берілген. Сол суреттердің желісі бойынша 10-15 сөйлемнен тұратын мәтін құрастырып жазыңыздар.